Мен дәмді әрі ерекше жұмсақ болып дайындалатын жеті шелпек рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге болады. Жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Бізге керектігі пияз. Пиязды жақсылап жуып, майдалап, турап алып, қажетті мөлшерде суымызды құйып, бір қайнатып алатын боламыз. Қайнатылған пияздың сары суы шыққанда пиязымызды сүзгіден өткізіп, тек сары суын ғана қолданатын боламыз. Қажетті мөлшерде тұзымызды, аштығымызды және қантымызды қосып, нан илейтін боламыз. Иленген қамырдың бетін жауып, 40 минутқа қалдырамыз. 40 минуттан кейін тынған қамырымызды алып 7 бөлікке бөліп, 7 шелпек пісіруге дайындаймыз. Әрине, табаға майымызды қыздырып қойып, жақсылап дөңгелектеп жайып алып, қамырымызды 7 шелпек пісіруге кірісеміз. Әдеттегідей қызартып екі жағын пісіріп аламыз. Өте дәмді, жасап көрулеріңізге болады. Пиязда шықпайды ішінен, өте дәмді болып, бұл шелпегіміз дайын болады. Міне осымен біздің шелпегіміз дайын. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.